Саламатсыздар ма, құрметті қыз келіншектер? Бүгін сіздерге етеккір неліктен ауырып келеді? Сол жайында біраз мәлімет бергім келеді. Етеккір көп жағдайда қыз кезінде көп қыздарды 9-10 жасында, 12 жаста етеккір алғаш келген кезде ауырып келе бастайды. Ол 15 жасқа шейін қалыптаса бастайды. Кейбір қыздарда одан ары қарай ауырмауы мүмкін, бірақ статистикада 70% қыздардың етеккір ауырып келеді. Бұл организмде етеккір келген кезде окситоцин деген гормон көптеп бөлінеді. Сол окситоцин деген гормон жағы жатырдың қабырғасын жиырту арқылы етеккір келеді қыздарда. Сол окситоцин гормоны кейбір қыздарда көптеп бөлінгендіктен ауру сезімі жағы көп бөлінуі мүмкін. Жалпы байқағанымыз статистика жөнінен етеккір жағы көп бір-екі қана күн келетін қыздарда ауру сезімді болады екен. Ал керісінше 6 күн, 7 күнге дейін созылатын қыздардың етеккірі келген кезде іштері ауырмайды және етеккірі ұзақ уақытқа созылады екен. Бұл жағы жатырдың жағы иннервациясына да байланысты қыздар. Сондықтан бұл медицинада бар, бұны альгодисменорея деп айтады. Етеккірі ауырып келетін синдром альгодисменорея деп айтады. Бұны міндетті түрде бұндай қыздарды кішкентай кезінде УЗИ түсіреді. УЗИ түсіру арқылы егер ешқандай ауру сезім, даму ақауы ештеңке болмаса, тек ауру сезім болатын болса, осы етеккір келген кездерде ауру сезімін басатын анальгетиктер ішкен дұрыс. Өйткені менің практикамда болған тәжірибемде етеккір ауырып келгені соншалық бір қыз приемда отырып талып қалған болған жағдайда, талып қалған. Оның кейін давлениесін өлшесек, давлениесі мүлде түсіп кеткен, етеккірі көптеп келіп жатыр. Сонда қан жатырда көп болғандықтан миға жете алмай қалған, давлениесі өте түсіп кеткен. Бұндай жағдай өте көп кездеседі, әсіресе өсіп атқан 18 жасқа дейінгі қыздарда. Сондықтан бұндай қыздарыңыз болып жатса, етеккірі келетін уақытысын біледі ғой, 1-2 күн бұрын. Соған өздерінің жағы сумкаларына обезболивающий таблеткалар алып жүргендері дұрыс. Ол айына 1 рет, 2 рет ішкен таблеткадан ешқандай не болмайды, керісінше қызға дискомфорт болмайды. Ол өзінің ауру сезімін ауырып жатырмын деп жаңағыдай жатып қалмайды. Ол кәдімгі жүре береді бұндай жағдайда. Сосын көбінесе бұл альгодисменореямен ауыратын қыздар күйеуге тиіп, бірінші баласын босанғаннан кейін бұл көбінесе кетіп қалып жатады. 70% ауырған қыздардың 30%, 40%-ында ауру сезімі күйеуге тигеннен кейін кетіп қалады. Өйткені жатырдың иннервациясына, гормоналды әйелдің өзгерістерге ұшырайды ғой, енді бала туады, бала көтереді, соған байланысты. Бұны қорықпаңыздар, көп жағдайда күйеуге тигеннен кейін бұл ауру сезімінен құтыласыздар. Сондықтан менде неге ондай, неге ана қызда үйтіп ауырмайды деп өздеріңіз кінәламаңыздар. Ол сіздің ерекше Алланың берген қасиеті. Ол жаман емес, ол керісінше жақсы. Ертең сіз бала босанған кезде сіздің окситоцин гормоныңыз көптеп бөлінгеннің нәтижесінде жатырыңыз бірден қалыпқа келу қабілеті өте жақсы деген сөз. Сіздің гормонның көптеп бөлінуі ол қалыпты жағдай. Сондықтан өте оған байланысты күйзеліске түспеңіздер. Ондай жағдайда міндетті түрде акушер-гинеколог, кішкентай қыздарды қарайтында акушер-гинекологтар бар, солардың кеңесіне жүгініп, мамаларыңызбен бірге тексерістерден өтіп, дәрігердің берген дәрілерін нұсқаумен ішуге тырысыңыздар. Сонда сіздерде бәрі дұрыс болады.